Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз қазіргі сабақта TikTok пен Reels-тің айырмашылығы және де ұқсастығын айтатын боламыз. Алдымен біз ұқсастығын айтайық. Жалпы TikTok, Reels және де YouTube-тағы Shorts деген барлығының бірімен алгоритмдері ұқсас. Және де ода да осы трендті қайталау арқылы, трендтегі музыканы пайдалану арқылы просмотр жинау, танылу, жалпы брендті қалыптастыру. Және де бұлардың ұқсастығы, бұлар тек қана Қазақстанда ғана емес, әлемдік деңгейде танылуға бір мүмкіндік сыйлайды. Енді бұлардың айырмашылығына келейік. Жалпы Reels-қа біз әртүрлі саладағы видеоларды сала беруімізге болады, ал TikTok-қа біз олай емес, тек қана бір бағытта ғана видео саламыз. Болған біз әртүрлі саланы салатын болсақ, бұл деген рекке шықпай қалады деген сияқты, ары қарай дамымай қалады деген сондай бір өзінің бір алгоритмдері бар. Бұл екеуінен трендтегі музыканы іздеу үшін поискке кәдімгідей музыка деп жазсаңыздар, сол жерде музыка бөлімі бар, сол жерден екеуі де бірімен ұқсас бір-біріне, сол жерден трендтегі музыкаларды таңдап ала аласыздар. Бірақ трендтегі музыкаларды қайталау ол екеуінде де бірдей. Мысалы, срок өтіп кеткен нәрселер ол екеуіне де жарамайды. Тек қана сол алғашқы бір аптаның ішінде тренд болып тұрады, сол уақыттарда қайталасаңыздар, ол Instagram'да да өтеді, TikTok'та да өтеді. Reels-тің видеолары TikTok'қа қарағанда әдемілікті қалайды көбіне өздеріңізді Instagram'ға Reels-ті көріп жатсаңыздар, көбіне әдемі, мысалы, мотивацияға қатысты, табиғаттарға, жалпы таңғы ас, кофе ішіп, бірдеңе сондай бір әдемі, бірандай музыкамен сөйтіп, сондай бір әдемілікті көрсететін болса, ал TikTok'та ондай емес, керісінше ол әдемілікке қатты қарай бермейді. Ол жерде качествосы жоқ болса да кете береді кейде. Ол жерде тек қана эмоция, драйв, мысалы, эмоцияға бір күлкілі нәрсе болса, бірдеңе бір боқтап, бірдеңе істеп жатса, солар нәрселер рекке шығып, тез көтеріліп кетіп жатады. Жалпы TikTok Reels-ке қарағанда ақылдырақ. Мысалы, басқа желілерден, басқа платформалардан видеоны жүктеп TikTok-қа салатын болсаңыздар, оны TikTok қабылдамайды, ал Reels-ке салатын болсаңыздар, ол Reels-те өтуі мүмкін. Ал өзіңіз түсірген видеоны TikTok-қа да Reels-ке де салу үшін сіз бірінші TikTok-қа салып алыңыз, сосын барып Reels-ке салсаңыз болады. Ал енді біз бірінші Reels-ке салып TikTok-қа салатын болсаңыз, ол TikTok-та өтпей қалады. TikTok Reels-тан ақылдылық жағынан ғана емес, жалпы подписчик жинау жағынан да басым болып келеді. Өйткені мысалы бір айда TikTok-қа 10 мың, 20 мың подписчик жиналатын болса, ал Reels-қа ол 10-20 мың деген ол 2-3 айда жиналуы мүмкін. Сондай бір өзінше бір басымдылығы бар. Және де видеоның ұзақтығы жағынан, мысалы, TikTok-қа 15-30 секундтық видеолар болатын болса, Instagram-ға лажы болса 10 секундтан аспайтын болса дұрыс. Өйткені 10 секундқа дейінгі нәрселер ол жақта өте жақсы өтеді. Мінекей Reels пен TikTok-тың ұқсастығы мен айырмашылығы осындай. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Түсінбеген жерлеріңіз болса жазыңыздар комментарийға, сұрақтарыңызды қойыңыздар, мен барлығына жауап беремін. Түсінбеген жерлеріңіз болса барлығын айтыңыздар. Сабақ ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер, қолдау білдіріңіздер. Олай болса келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.